бір адам жамағатқа кешігіп келіпті де ниет етіп ұмытып кеткен де Аллаху акбар деп. Анадар ниет деген не? Ниет деген негізі ол жүректің амалы. Тілдің амалы емес. Ниет деген адам ойымен, жүрегімен ниеттенетін нәрсе. Мен осы жазда Астанаға барғым келіп тұр еді деп ниеттенесің. Сен тілмен айтпайсың, ойда тұрады да сен. Ниет деген негізі сол нәрсе. Адамның жүрегімен жасалатын нәрсе. Бірақ тілмен сен оны қуаттайсың. Тілмен қуаттайсың. Сондықтан адам мысалы намазға келді, қазір міне 5 намазын оқиын деп тұрғанын біледі, парыз намазын оқиын деп тұрғанын біледі, парыз намазын 4 ракат екенін біледі. Сол білгеннің өзі ниет қылыпты, ол сол ниет болып саналады. Сен сонымен намаз бастадың, ол намазың дұрыс болады. Бірақ Ханафи не дейді? Тілмен айтуың ол мұстахаб, яғни бекітіп қой дейді. Себебі сенің ойың бұзылып кетпесін дейді. Тілмен айтқаннан кейін ол ойың бұзылмайды. Тілмен айтпасаң сенде ойың жан-жақта былай ойнап тұрады. Жан-жақта ойнап тұрады. Сондықтан адам енді мешітке келе жатқанда уже мешіт намаз басталып кетті. Ол естественно не қылды? Ниетпен келе жатыр. Ақшам намазын оқиын деп тұрмын ғой деп келе жатыр. Бірақ тілмен айтқан жоқ. Келді Аллаху акбар деп бастап кетті. Намаз дұрыс па? Дұрыс. Себебі оның ойында тұр не ақшам намазын оқиын деп келе жатыр. Ал кейде болады адам келе жатыр жұмыстармен немен жаңағы ойы бұзылып ақшамға келе жатыр, бірақ ойында құптан тұр да. Сөйтіп құптанды ойлап келіп, бірақ тілінде не деді? Ақшам намаз деді. Ол намаз дұрыс емес. Себебі ниет дұрыс емес болды. Ниетінде ол құптан деп не деді, бірақ тілмен ақшам деп еді. Тіл ол қатты маңызы жоқ. Бұл жерде ниетте ол адамның жүрегі маңызды.